Қайырлы күн, балалар. Біз бүгін сендермен Ыбырай Алтынсарин аталарың туралы сабақ өтетін боламыз. Баршаларыңыз бүгінгі бейнебаянды мұқият көріп, жақсы мәліметтер алып, тапсырмаларды сәтті орындайды деген сенім білдіремін. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ағартушы педагог Ыбырай Алтынсариннің өмір жолы туралы білетін боласыңдар, шығармаларының тақырыбын анықтайсыңдар. Балалар, барлығымызға таныс «Кел балалар оқылық» деген өлеңді біз бала күнімізден жаттап өстік. Оның авторы осы ағартушы педагог Ыбырай Алтынсарин екен. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының аса көрнекті ағартушы педагогы, қазақтың жазба әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, балалар әдебиетінің атасы. Мына өлеңге назар аударайықшы. Кел балалар оқылық. Бізді оқуға шақырып тұр, келіңіздер деп. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Әрбір оқыған дүниемізді ниетімізбен ықылас қойып оқитын болсақ, ол бізге қонымды болады екен. Балалар, егер оқысаңдар дейді, шамнан шырақ жағылар дейді. Егер шамды көз алдымызға елестететін болсақ, егер ол жағылмаса, онда құр шамнан бізге пайда жоқ. Ал егер оның үстінен шырақ жағылатын болса, онда ол әрі жарық, әрі жылу сыйлайды. Сондықтан балалар, оқысаңыздар дейді, осы шамнан шырақ жағылады дейді. Сол сияқты сіздер де оқып білім алсаңыздар, онда сіздер адамдық болмыстарыңыз ашылып, өздеріңіздің өмірге келген миссияларыңызды орындап, мән тауып, Абай атамыз айтпақшы, бір кірпіш боп дүниеге қалануыңдарыңызға көп септігін тиеді екен. Сондықтан да Ыбырай атамыз тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деп, оқу, өнер, білімге үлкен мән берген екен. Сондай-ақ Ыбырай атамыздың тағы бір қыры, ол қазақ даласында алғаш оқулық жазған ағартушы. Қазақ хрестоматиясы деген оқулықты алғаш жазған Ыбырай Алтынсарин болатын. Себебі ол кезде мектептер енді ашылып, ал мектептерде қандай оқулық оқытылады деген сұрақтар жауапсыз қалып жатты. Осы тұста ең алғаш оқулық ұсынған осы Ыбырай атамыз болған екен. Ыбырай Алтынсарин қазақ хрестоматиясы деп аталатын ана тіліміздегі тұңғыш оқулықтың авторы. Ағартушы оқулықты жазудағы мақсатын хрестоматиясының алғыс сөзінде былай деп береді. Бұл кітапты құрастырғанда мен біріншіден осы біздің ана тілімізде тұңғыш рет шыққалы отырған жалғыз кітаптың орыс қазақ мектептерінде тәрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы бола алу жағын, сонымен қабат жалпы халықтың оқуына жарайтын кітап бола алу жағын көздедім дейді. Қарап тұрсаңыздар, әрі оқулық, әрі жалпы көпшілікке арналған кітап ретінде жазылған екен. Бұл 4 мәрте қайта басылып, кітап 6 бөлімнен құралған екен. Балалар, Ыбырай Алтынсариннің шын есімі Ибрахим. Абай атамыздың да шын есімі Ибрахим болатын. Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылғы қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол, атасы белгілі би Балғожа бидің қолында тәрбиеленген. Біле білсеңіздер, үміт еткен көзімнің нұры балам деп Балғожа би Ыбырай Алтынсаринге үлкен үміт, сенім артқан екен. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. Көп оқыды. Ресей қоғамының білімді адамдарымен жиі араласты. Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы ғалым Григорьевпен жақын танысты. Ол өзінің бай кітапханасымен Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат етті. Білімге құштар жас бос уақытының бәрінде де сол кітапханада өткізді. Білген үстіне біле түссем деген құмарлықпен өз халқыма неғұрлым көбірек пайда келтірсем деген абзал арманға ұмтылыс жас Ыбырайдың өмірлік кредосына айналды. Өзінің мінез құлқы жағынан қарапайым, әрі еңбек сүйгіш еді. Көп оқыды. Өзге халықтардың қол жеткен табыстарын неғұрлым көбірек біле түссем деп армандады. Алған білімін
өз халқының пайдасына асыруға талпынды. Көрдіңдер ме балалар, біз Ыбырай Алтынсариннің өмір жолын оқып отырып, оның білімге шексіз құштар болғандығын, өз бетінше білім алғандығын, атасының үміті мен сенімін ақтау үшін барынша тырысқанын байқаймыз. Демек, осы тұста біз Ыбырай атамыздан көп өнеге алуымыз керек екен. Балалар, сендер де өз беттеріңше ізденіп, Ыбырай аталарың туралы көптеген ақпаратты ғаламтор арқылы немесе кітаптарың арқылы танысып біліңдер. Одан кейін мына жылдарға мән беріңдер. 1850, 1841, 1857, 1860, 1879. Дәл осы жылдарды жылдар сөйлейді әдісімен сөйлетіңіздер. Яғни 1841 жылы жаңа айттық, Ыбырай аталарыңыз дүниеге келген екен. Жанына 1841 жылы Ыбырай Алтынсарин Қостанай облысы Затабол ауданында дүниеге келген деп жазып қойыңыздар. Басқа жылдарды да осындай ретпен сөйлетіңіздер. Балалар, келесі тапсырма тіптен қызық. Білгеніңмен бөліс әдісі. Ыбырай Алтынсарин туралы біз айтпаған ақпараттарды тауып, досыңмен не ұстаздарыңмен бөлісіңдер. Оны әлеуметтік желі арқылы немесе WhatsApp желісі арқылы жолдаңыздар. Оның формасын өздеріңіз таңдаңыздар. Слайд есебінде жолдайсыздар ма, әлде бейнебаян түсіресіздер ме, әлде дауыстық хабарлама жібересіздер ме, ол өз еркілеріңіз. Балалар, тапсырмалар өте қызықты және күрделі емес деп ойлаймын. Сондықтан осы тапсырмаларды мұқият орындайды деген сенімдемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Барлығымызда Ыбырай атамыз сияқты білімге құштар болып, шексіз білім әлемінен өзімізге керегімізді алып, өз орнымызды Абай атамыз айтпақшы таба білейік. Рахмет.